Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы 2026 жылды діни сала аясында ислам және адал қоғам жылы деп жариялады. Осы орайда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Абай облысы зекет және қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен адал еңбек адамына құрмет деген атаумен қала тазалықшыларына арнап ақ дастархан жайылды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы зекет және қайырымдылық қоры Абай облысындағы біз ұйымдастырып адал еңбек адамға құрмет деген атаумен сондай шарамен қаламыздағы 300-ге жуық көше тазалап жүрген, адал еңбек істеп жүрген азамат пен азаматшаларды құрметтеп бүгін дастархан жайып сыйлық бергелі отырмыз. Абай облысының бас имамы Асқар Қажы Әбітайұлы дастархан басына жиылған қонақтарға жылы лебізін білдіріп, ақ тілегін арнады. Міне қиын аяздың уақытында елдер көп халық аяздан қорқып үйде жылынып отырған уақытта сіздер осы қаламыз үшін халық еркін жүрсін деп еңбек етіп күннің аязына қарамай нағыз адал еңбектің үлгісін көрсетіп жүрген үлгілі азаматтар ретінде сіздерді құрметтеп бүгін бір ниет жасап ақ дастархан жайып сіздерге осындай құрмет көрсетіп жатырмыз. Ондағы мақсатымыз елдің атынан, халықтың атынан өздеріңізге бір алғыс білдірейік, еңбектерін бағалайық, арттағы ұрпаққа, келер ұрпаққа үлгі көрсетейік, еңбек адамдарына осындай құрмет көрсетейік деген ниет жасап отырмыз. Сондықтан міне құрметті ағайын, құрметті ағалар, апайлар, сіздердің еңбектеріңіз зор, үлкен, соны біз бағалап, сіздерге осындай шара жасап отырмыз. Кеш қонақтарына қазақы ән мен жырдан шашу шашылып, жергілікті өнерпаздарымыз қонақтарды бір серпілтіп тастады. Біздің ауыл текшенің етегінде ерте шықсам ауылыңау, жетемін бе сары бидай, сағындым қалқам даусыңдау. Бір шәугім шәй бар медау естеріңде, қара шәугім қайнайтын пештеріңде. Қайран анам малынып қара терге, таңертең түс құятын кештеріңде. Зеленостройда теплицада істеймін. Істегеніме 3 жыл болды. Өте коллективтарымыз өте жақсы. Берген астары қабыл болсын. Жүрген ағадарға, шопардарға бәріне ашық жол тілеймін. Аман есен жүре берсін. Табыс қосыла берсін. Жақсылыққа кездесе берейік. Рахмет сіздерге көп-көп. Мына біздің мекеменің Зеленстройы бар, Озон бар, осы қаланың жолдарын тазалап, сол жұмыста жүрген жұмысшыларды рахметін білдірейік деп, осындай сіздерге бүгін ас беріп отырған мына орталық мешіттің қызметкерлеріне, имамдарына бәріне үлкен рахмет. Бұл кісілер енді осы біздің мекеменің жұмысшыларын бағалап отыр. Адам еңбек еткеннен кейін, істегеннен кейін бір жақсы сөз естігісі келеді ғой. Мысалы, әркім негізінде бәрі өзі семьясын асыраймыз деп жұмыс істейді, бірақ та сол жұмысты халыққа жағдай жасап істеп жатырсыздар. Жолдарын ашып, остановкалар тазалап, шет жақтағы мына өзіміздің қалаға жақын ауылдардың қарын тазалап, мына қар жауғанда суткалап істейді біздің мысалы жігіттер. Енді ең бірінші рахмет осы азамат пен азаматшаларға, осыны ұйымдастырып жатқан орталық мешіттің қызметкерлеріне. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жақсылық болсын, осылай еңбектеріңіз бағалана берсін. Осы Зеленстройда істеген 18 жыл болды. Осылай дастархан жасап шақырғаныңызға көп рахметімді айтамын. Денсаулықтар мықты болсын, қайда жүрсеңдер аман жүріңдер.
амандық бәрімізге берсін. Сондай-ақ қаламыздың тазалығы үшін күндіз-түні талмай еңбек етіп жүрген жандарға айрықша құрмет көрсетіліп, әйелдер қауымына арнайы сыйлықтар табысталды. Қала тазалықшыларының жұмысына табыс, отбасыларына амандық тілейміз. Аружан Берікқызы, Мұхаммад Мұратбек, арнайы Мұнара үшін.